Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы қуырдақтың ең оңай рецебін көрсететін боламын. Өте дәмді, еттерінің барлығы жұп-жұмсақ болып шығады, ал онда видеоны соңына дейін қараңыздар. Сиырдың немесе қойдың еттерін пайдалансаңыздар болады. Менде сиырдың еттері, бірінші сиырдың жүрегін алып, осылай төрт бұрыштап тураймыз. Барлық қосылған еттердің, қоспалардың мөлшері осы видеоның астында описаниеде нақты түрде көрсетілген. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай көлемде тураймыз. Келесі сиырдың өкпесін аламыз. Оны да төрт бұрыштап, қатты майда қылмай, орташа көлемде турап шығамыз. Өкпені турау кішкене ыңғайсыздау болады, бірақ сонда да әдемілеп төрт бұрыштап турап шығамыз. Келесі сиырдың бауыры, оны да орташа көлемде төрт бұрышты етіп тураймыз. Келесі сиырдың еті, сиырдың етінде төрт бұрыштап тураймыз. Келесі құйрық майды осылай майдалап төрт бұрыштап турап аламыз. Қуырдақтың ең дәмін келтіретін осы құйрық май. Мінекей бізде жүрек, өкпе, еттер және де бауырды барлығын турап дайындап алдық. Келесі қызып тұрған қазанға кішкене мөлшерде ғана сұйық май құйып, құйрық майды салып, жақсылап тұрып қызарғанша қуырамыз. Оның үстіне етті салып, 10-15 минуттай араластыру арқылы қуырып тұрамыз. 30-35 минутқа орташа отта бетін жауып, бұқтыратын боламыз. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыз. Келесі жүректі салып, тағы да 10-15 минуттай қақпағын жауып, орташа отта бұқтыратын боламыз. Келесі өкпені салып, асты күйіп кетпес үшін кішкене мөлшерде су құйып, тағы да 30 минуттай орташа отта қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Келесі дәміне қарай тұз саламыз, жақсылап тұрып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай еттеріміздің барлығы жақсы болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Келесі дәл видеода көрсетілгендей картошкаларды турап салатын боламыз. Қанша картошка керек екенін барлығын описаниеден көре аласыздар. Жақсылап тұрып араластырып, қақпағын жауып, картошка жұп-жұмсақ болғанша орташа отта бұқтырамыз. Келесі 2 дана пиязды дөңгелек етіп турап, картошкалардың бетіне салып, қақпағын жауып, 5-10 минут бұқтырамыз. Біздің қуырдақ дайын болып пісті. Қуырдақты тәрелкеге салып, көк пиязды осылай ұзынша етіп турап бетіне салсаңыздар, өте әдемі болып көрінетін болады. Ал кәдімгі ақ пиязды қуырдақтың бетіне салып бұқтырған себебіміз, пияздың согының барлығы қуырдаққа сіңіп, одан сайын дәмдірек бола түседі. Достар, менің айтқан кеңестеріммен, менің айтқан тәсіліммен міндетті түрде қуырдақты дайындап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға 100% ұнайды деген сенімдемін. Осы қуырдақпен қонақ күтсеңіздер де болады, барлығына өте қатты ұнайды. Еттерінің барлығы жұп-жұмсақ болып піскен, шайнауды да қажет етпейді, ауызда еритін болып пісіп шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Осы рецепт бойынша өз ойларыңызбен, өз пікірлеріңізбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Еңбегімді бағалап лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұдан да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, келесі кездескенше.